мынаны қараңдар. Қасыма келіп, мына кептерге отырды. Қазақтың өлеңін қойып едім. Асылбек Еңсеповтың әуендерін. Соны келіп, қасыма келіп, тыңдап отыр. Енді мына әуенді өшіріп, мына кептерді видеоға түсіріп отыр. Қараңыздар. Кетпейді. Әдемі кептер. Қасыма келіп отыр. Осындай керемет құштар жаратып бізге сыйға тартқан, біздің көзіміздің жанарын алып осындай әдемілікпен қуантқан. Аллахым бәрі рахмет. Енді өзіміздің тауымызда забор жасап отқан. Сосын забордың қасына келіп, отырып, өлең көп қойып, тыңдап, жұмысымды істеп жатсам, келіп, қасыма келіп, мына машинаның үстіне отырып, мені қуантып отыр. Қараңыздар. Бұл да бір Алланың құдіреті шығар. Сәкен, брат, Сәкен бауырым, не дейсің? Сен жас кезіңде кептермен айналысып педің? Маған қарағанда көп білесің ғой сен? Кептер туралы. Қарашы қандай әдемі. Лахмач дей ме осындайды? Ар жағында чиқылдап атқан фазандар біздің огородта. Не огород емес, ар жағында орман. Огород емес, орман болып кеткен. Бірақ енді ішінде қаптап жүрген фазан. Дауыстарын естідіңдер ме? Чиқылдап атқан сол фазанның дауысы. Мынауды соны тыңдап қоядым. Мына кептерге телефонды жақындатып жатам. Зумды вообще қосып жатқан жоқ. Что да кетті. Кетті кептеріміз бүркітшілердің бойында. Ал жолың болсын ақ кептер.